жаңағы айтылып жатқан әңгімелердің барлығы ол өтірік. Мен толыққанды клубтың кәдімгідей бас менеджерім. Шорт-листта қазір негізінде енді главный претендент дейік, негізінде менің главный мақсатым ол Жуковскийді қайтарып алу. Мен келе салып өз қаражатымды 50%-ға кесіп тастадым. Қысқарттың. Иә. 1,5 миллион теңге. 1,5 миллион, қолыма алатын 1,200,000. Кімге ұсыныс жасадың? Адиев туралы айтшы осындай. Негізінде келу керек пе еді Адиев? Әлде өтірік пе? Жоқ, Адиев негізінде келу керек болатын. Мен кім чемпион болады деп айта алмаймын негізінде, бірақ та осы жоғарғы бір бестікте болатын команда ол барлығына түсінікті. Ол Қайрат, Астана, Ақтөбе, Тобыл, Елімай. Мені былай таңғалдырған футболшы ол Мейрам Сапанов болсын. Нақты биылға 2025 жылға Атырау футбол клубына мемлекеттен қанша ақша бөлінді? Спортбол, маңызды жаңалықтар, бүгін талқылайды біздің қонақтар. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, Спорт Пульс YouTube арнасында кезекті подкаст. Атырау футбол клубында биыл жағдай өте қиын. Бірақ Дидар Сыдықбек, біздің жақсы танысымыз, досымыз, сол жағдайды дұрыстауға бел буып, Атырауға басшылыққа келді. Дидар, қош келдің. Бірден осындай неден бастайықшы. Өйткені Атырау командасында проблема өте көп. Сен Атырау командасында қазір бас менеджерсің. Иә, дәл солай. Бұл дегеніміз не? Негізінде барлықтары былай қазір қойып жатыр ғой, неге сен былай айтқан кезде қиын регионға, о жердің адамдары қиын, не үшін бардың деген сияқты сұрақтар көп болып жатыр. Одан бұрын көптеген журналисттер, СМИ шығып жатыр, интервью сұрап. Бірақ та міне сөзін ашу керек, елдер. Екеуміздің достастығымыз жақсы болғандықтан кейін саған, сізге осы жерге келіп, сіздердің көрермендеріңізге барлығын ашып, қалай болғанын айтып беруге келіп отырмын. Негізінде жағдай былай болды. Осыдан 8 жыл бұрын Атырау футбол клубын доверительный управлениеда болған. Содан кейін жаңағындай осы жылы мен келгеннен кейін олар талап қойды, что оны мемлекетке қайтару керек. Мемлекетке не үшін қайтару керек? Оның ішіндегі жұмысты контролировать ету үшін және оны көмектесуге, жүйенің барлығын реттеуге. Неге десек, ол сол болған 8 жылдың ішінде көптеген былықтар шығып жатыр, бір сөзбен айтқан кезде. Сол мен барған сәттен бастап біз ашық сөйлестік. Егер де сенің де ойың Атырау футбол клубын өркендетіп, жұмыс жүйесін дұрыстатқызып, мақсатың айқын болса, давай, қош келдің, жұмысыңды істе деді. Мен айттым, әрине менің мақсатым, өздеріңіз білесіздер, барлық жерде мен жүрсем де Құдайға шүкір, Алланың берген абыройы бар, 10 жылдап жинаған абыройым бар демекші, мен о жерге барып бір сәтте төккім келген жоқ. Сол себепті мен барғаннан кейін, кішігірім жұмыспен танысқаннан кейін, действительно көптеген сұрақтар бар екенін түсіндім. Сол себепті ойладым, мен, может быть, кішкене пауза ала тұрам, кішкене ойланайын, проблемаларды шеше алам ба, шеше алмайым ба деген сияқты. Сол сәтте кішкене елдер ойлап қалды. Мені жұмыс істетпей жатыр, андай мындай деген сияқты. Бірақ та бірінші күннен бастап менде облыс әкімшілігімен, облыс басшылығымен, спорт басшылығымен барлығымен жақсы коннект болды. Олар да мені қолдайтынымды бірден айтты. Біз өз тарапымыздан әрине, егер де жұмыс істеуге, толыққанды сенімділікпен жұмыс істеуге, жаңағы доверительный управлениеда ма, государственный клуб па, маған оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Маған наоборот, ол былай айтқан кезде абырой. Маған былай айтқан кезде үлкен облыс командасын маған басқаруға возможность беріп атқанына. Сол себепті мен соны государство клубты қайтарып, содан кейін жұмысымды бастап кеттім. Кішкене пауза алғаннан кейін екінші рет айттым, все, мен дайынмын, өзімнің стратегиямды, бағытымды барлығын түсініп алдым да, сол сәттен бастап жұмысымды бастап келе жатырмын. Негізінде действительно жаңа айтып жатырмын, көптеген сұрақ бар демекші. Бұның алдында менің келгеннен бұрын жаңағы облыс спорт басқармасы, облыс спорт басқармасы оларға
2-3 ай қаражат бермей тұрды ғой, естеріңізде ма, кішкене там сұрақтар болды, искусственный там ушу болды демекші. Барлығы жиналды, кәдімгідей видео обращение болды ғой. Иә, видео обращение болғанда да негізінде ол жерде жұмысшылар, футболшылар айтады ғой, мына баррикаданың бір жағын көріп тұр да, бірақ екінші жағын көрмей тұр. Негізінде действительно жаңағы облыс спорт басқармасының да әкімшіліктің де сұрақтары көп болғандықтан, олар енді былай айтқан кезде ішінде былық болғандықтан қалай мысалға ақшаны бере беруге болады. Барлығын тексеріп алайық, сосын береміз дейді. Мысалы біз келдік, ол кісілермен сөйлесіп неткеннен кейін 2-3 күннің ішінде жаңағы қаражат сұрақтарын жауып, действительно олар әлі күнге шейін там ешқандай жаңағындай қаражат жағынан сұрақ туындап жатқан жоқ. И былай айтқан кезде сол жаңағы былықтардың барлықтарын ақырын реттеп жатырмыз енді. Артқа оралайық, Дидар, өйткені енді сені бұрыннан білетін жандар, мен сен бұрыннан білем ғой, Дидардың басты мақсаты SD Family командасын Қазақстандағы ең бірінші жеке меншік клуб деп айтамыз ғой, жеке меншік клубты КПЛ-ға шығару болып табылады. Қазір команда ойнап жатыр, бірінші лигада, бірақ енді сен сол команданы бір тастап емес, енді аз көңіл бөліп, енді сен бұрыннан көп көңіл болдың командаға, жанында болдың, выездарға бардың, премиян барлығын бердің. Қазір алдында КПЛ-ға Атыраудың бас менеджер болып кеттің, барлығы таң қалды. Қалайша? Неге Атырау? Неге Атырау, Дидар? Негізінде бар ғой, менің былай айтқан кезде осы сезон басталмай жатып, өздеріңіз білесіздер, мен сезон біте салып SD Family-дің басшылығынан шығып кеттім өзімнің еркініммен. Өйткені мен бір кішкене былай творческий кризис дейді ғой. Өйткені былай искусственно ештеңке болмайды. Қанша қаражат салсаң да мысалға менің дәл қазір көріп жатқан стратегия, ол менің былай қойып кеткен стратегиямен олар жұмыс істеп жатыр. Қазір біздің командамызда жаңа бағыт, ол оның ішінде 16, 17, 18 жастағы 20 жасқа толмаған, 21-ге толмаған жас өспірімдер әр регионның мықтыларын жинады да, олар қазір тамаша нәтиже көрсетіп жатыр. И олар дайын болған кезде олар КПЛ-ға міндетті түрде шығады. Бұл жерде менің өзімнің жеке амбициям бар. Әр адам айтады ғой, кто не мечтает стать генералом дейді ғой. Сол себепті менің де осы 10 жыл бойы былай айтқан кезде қиын жағдайдан шыға алатынымды кризис менеджер деп айтып атады мысалға барлықтар, жақсы кризис менеджер. Оған да мысалға елдерге рахмет. Сол себепті оны өзіңнің жеке кухняңда емес, үлкен бір былай айтқан кезде проектті да оны жүйеге асыру керек болды. И мен де өзім осындай бір проблемный бір осындай өзімді дәлелдей алатын жерге барғым келді. Жай керемет бір күшті клубқа емес, барлығы тамаша, барлығы жүріп жатқан секілді. Егер де бәрі жүйемен жүріп жатса, сен оған не үшін керексің? Мысалы, сен барып ол жерге, мысалы айтқан кезде, одан да мықты істеймін деп, мысалға сен артық қылам деп тыртық қылып аласың, мысалға. Өйткені футболда мелочей болмайды дейді ғой. Сол себепті мелочь болмағаннан кейін әр жүйеге былай үлкен мынандай немен қарау керек, 100% кепілдікпен деген сияқты. Сол себепті Атырауда мынандай жағдай болып отқаннан кейін, мені жұмысқа шақырғаннан кейін, мен әрине осының барлығын ретте аласың ба деген кезде, өйткені қиын жағдай болып жатты. Мен келген уақытта там 4-5 поражение, 4 поражение подряд болып жатты. Қаражат болмай жатты. Сол себепті маған осы бірінші очередь облыс басқармасы, спорт басқармасымен коннект тауып алу керек болды. Және де барлық жаңағы болып жатқан былықтарды реттеу керек болды. Ол былық деген нәрсе, мен мысалға оның ашығын айтайын, мысалға жаңағы айтып жатырмын ғой, облыс спортында сұрағы не үшін болды? Өйткені бір там былай айтқан кезде чемпионат басталмай жатып, клубтың мысалға әртүрлі учредителер ауысты, басшылық ауысты. И оларды түсінбейді да, мысалы ақшаны берейін десе, кімге береміз? Кім деген сияқты. Және де команданы жинаған кезде бір ойыншыны қаражатын, бір ойыншының былай айтқан кезде кандидатурасын, бапкердің кандидатурасын олар былай айтқан кезде айтпаған. Ақылдаспаған ба? Ақылдаспаған, Олар да мысалы ақша бергеннен кейін сен оларға как положено, оларға енді
олардан сұрауым керек та рұқсатын, қалай болғанда да ол адамгершілік жағынан болсын, қай жағынан болса да. Сол себепті біз барған кезде мен ана ведомость ашқан кезде көптеген действительно сұрақтар болды. Қазір құдайға шүкір, сол жаңағы ішіне кухнясына кіргеннен кейін менің қазір жұмысым, мысалға ең басты былай мақтанып айта алатын ол клубтың барлық керек емес шығындардың барлығын азайттым, және де зарплатный ведомостьті екінші кругқа өте қатты разгружать етіп қойдым. Негізінде былай айтқан кезде былай даже лимиттан артық болып кеткен ғой, оның жаңағы контрактылары деген секілді. Екінші кругқа ақша болмай қалды, мүмкін болатын еді. Және де сен контрактын үзсең, мысалы барлығы компенсация жасайды, дұрыс па? Сол себепті мен қазіргі сәттен бастап жаңағы легионер болсын, солармен уже бірінші кругтан кейін олар клубтан өз еркіндерімен кету туралы сөздерді жүргізіп жатырмын. Және де қазір ұтылыстан көз көтермей жатырмыз ғой, басымызды көтере алмай жатырмыз. Сол себепті қазақ футболшылармен де, командамен де, барлығымен біз еркекше сөйлестік осы Тұранмен болған ойыннан кейін. Егер де екі ойында нәтиже болмаса, өзіміздің Тұраннан кейін алдағы екі турда. Иә, осы Жетісумен және Қайсармен екі ойында нәтиже болмаса, прямой конкуренттер. Прямой конкуренттер ғой. Біз жігітше компенсациясыз ешкім там нетпей кетеміз. Егер де действительно нәтиже болса, то сол сәтте кімнің қалу, кімнің кетуін тағы там сөйлесеміз деген сияқты былай келістік командамен. И алдағы ойында енді көреміз. Жігіттер егер де действительно сол өздерінің бойындағы бір жігерліктері оянып, бір өздеріне былай командада қалу деген сияқты өзгерістерді былай бірге жүзеге асыруға күш салсамыз деген адамдар өзінің ішіндегі сенімділіктерін көрсетсе, мен оларды әрине жеке басым ондай жігіттерді қолдаймын. Рухты, поляда жанын беріп ойнайтын, былай айтқан кезде өзінен выше головы дейді ғой, былай айтқан кезде өзінің барынан да көп көрсете алатын азаматтарды сол Атырау футбол клубында жинағым келіп жатыр. Демек сен Атыраудағы болып жатқан барлық іс-шараларға, жұмыстарға араласасың. Өйткені басында сен бірінші рет бардың ғой, жаңа айттың ғой, менің қолыма келе ме, келмей ме деген кезде Дидарды тек қана жаңағы клубтың жанындағы жұмыстар, автобусты бояу, стадионды жөндеу, жаңағы фанаттармен қарым-қатынас соған ғана араласады, бірақ қаржылық жағдайға және бапкерді алып тастау, тағайындау, футболшылармен араласу, футболшылардың және жалақысын азайту, көбейту деген мәселелерге Дидар қатыспайды деген әңгімелер көп болды. Қаншалықты рас? Жоқ, оның бәрі өтірік. Ең бастысы бұл жерде жеке өзімнің былай айтқан кезде мақсатым ол адал жұмыс істеу. Сіз білесіз да, мысалы мен қазір бұл жерге келіп, либо өз жұмысымды көрсетіп, халықтың жаңа футболдағы жүрген барлық адамдардың былай айтқан кезде уважениесін ала аламын, немесе барлығын бос кетіре аламын. Менің де басым екеу емес қой, мысалға. Сол себепті жаңағы айтылып жатқан әңгімелердің барлығы ол өтірік. Мен толыққанды клубтың кәдімгідей бас менеджерім. Бірақ айта кететін жай, мен изначально келген кезде мен айттым, мен финансыды контролировать еткім келмейді. Неге десеңіздер, өйткені мен жұмыс істеуге келдім. Сол себепті директор, мысалға, ол жақын арада, қазір ИО болып жүр, ол Тимур Неңбетұллаевич деген. Бірақ жақын арада жаңағы кәдімгідей конкурс арқылы, кәдімгідей жаңағыдай не арқылы клубтың кәдімгідей директоры тағайындалады. Сол жаңа қаражатқа, ауыпқа, басқа да сұрақтарға жауап береді. Бірақ та менің тарапым ол футбольный клубтың барлық направлениесі, стратегиясы, жұмысы және де барлық футбольный сұрақтар. Ол екінші лига болсын, ол балалардың футбол орталығы болсын, жаңағы женский команда болсын, барлық жағынан менде полный карт-бланш бар. Сол айтқандай, жаңа сіз егерде айтып жатсыз ғой, менде ондай нем болмаса, мен егерде жаңағыдай карт-бланш ала алмасам, мен қазір мысалы клубтағы оптимизация жасай алатын едім. Кімді келіп, кімнің кетуі, жаңағы Қуаныш Қабдоловтың ИО болуына мысалға, оның барлығы ол былай айтқан кезде ішкі сезім дейді ғой, былай. Менің былай 10 жылы, 12 жыл бойы негізінде жинаған тәжірибемді жүзеге асыру.
сол себепті оның бәрі өтірік ақпарат. Мен толыққанды Атырау футбол клубының бас менеджерімін. Бүкіл жұмысына араласасың. Бүкіл жұмысына Ең басында сен Атырау командасына келгенде жаңағы не болды ғой? Видео шығарды, бізге зарплата беріп жүрген жоқ, жалақымызды алған жоқ. Маусым басынан бастап сен бірінші рет келдің, футболшылармен және кезіктің, қызметкерлермен кезіктің, және сол кезде 3 ай жаңылмасам задолженность болды. Бір айлығын жаптың. Сен өз ақшаңнан, қалтамнан жаптың деп айттың. Да, былай болды ғой. Негізінде барған кезде енді мысалға өзіңіз түсінсіз, мен енді былай бюджетный командаларда жұмыс істемеген адаммын ғой. И менің ойымша енді ол кісілердің, мысалы мен ойладым, енді жағдайды білген жоқпын негізінде, ішінде былық болып жатқанын. Мен ойладым, өзімді бір дәлелдеп, бір жақсы настроймен келген көрсету үшін жаңа ауыптың 2 айлық зарплатасын жаптым. Футболистердің 1 айлық зарплатасын жаптым. Енді білесіз ғой, ол қаншама қаражат. Футболшылардан көбірек енді. Сол себепті жаңа контрагенттерді, жаңа бір белгілі бір сұрақтарды жауып, өзімді бір барған кезде, чтобы жақсы сөйлесе алатындай бір нені жасап қойдым. И действительно жаңағындай барған кезде де мысалға мені былай жылы қарсы алды. Сөзбен емес, іспен дәлелдедім. Іспен дәлелдедім да, менің мысалға егерде мысалға оның алдында болып жатқан жаңағы руководство мысалға егерде дәл сөйтіп істесе, мен ойымша оларды да жылы қарсы алып, оларға да былай мүмкіндік берер ме еді деп ойлаймын. Ол басшылықтың енді мысалға ақшасы жоқ шығар. Беретін мысалы өз қалтасынан. Өйткені сен енді бір тәуекелге бардың ғой, мысалға. Өз ақшаңнан бер. Өйткені енді мен жеке футболдан болғаны, жеке меншік футболдан бізде наоборот өз ақшаңды салып үйреніп қалғансың. Мысалға наоборот салмасаң біртүрлі болып жүресің да. Мысалға мен қазір міне бардым. Барған кезде менен сұрады да, жанкүйерлері, мысалы айтып жатырмын ғой жаңа, барған кезде барлығы шошытты, Атырау қиын қала, өңір, адамдары қиын деп жатыр, бірақ та мен Эльдар расын айтайын, адамдары өте тамаша. Өте тамаша. Егер де сен действительно жұмыс жасап, еңбектеніп, оларға ашық түрінде барлығын көрсетіп, өзің дәлелдеп жүрсең, жұмысыңды көрсетіп, олар сені былай на руках дейді ғой. Аялап жүреді. Мен соған ризамын. Мені барлықтары қолдайды. Сол себепті Атырау футбол клубының жанкүйерлеріне және де Атырау қаласының тұрғындарына және де осы облыс басшылығына, облыс спорт басқармасына барлығына алғысым шексіз. Өйткені олар да маған үлкен бір мүмкіндік беріп жатыр. Өзімді дәлелдеу деген сияқты. И мен де сол жаңағы олардың сенімін ақтау үшін ғана жүрмін сол жерде. И және қазір сондай сенімділік саған жүктелгеннен кейін мысалға біз бара салып, мысалға қазір футбол орталығын толыққанды киіндірдік. Одан тыс 189 жасөспірімдерді футбол орталығына кірмей қалған қыздар бар демекші, қыздардың профкомандасы бар, барлығын киіндірдік. Жаңағы база бар, біздің судоремонтник барған кезде енді сырт келбеті дұрыс болған жоқ. Маған ұнамағаннан кейін енді мен енді әрдайым хозяйственник болғаннан кейін соның келбетін түзедік. Жаңадан жаңағындай мебель алдық, жұмысшылардың мебелі жақсы болсын деген сияқты жаңағындай техникаларын жаңаладық. Медиа саласына камера түсіретін дрон, бір емес 3 камера, фото камера, жаңағындай GoPro, енді барлығын алып, және медиа саласында жақсы қызмет етуге былай инструмент дейді ғой. Өйткені біз медиа жағынан жақсы болса, бізде партнерлар болады, қаражат болады. Өйткені ол действительно мысалға маған ол наоборот үлкен көмек та. Мысалға сені государство қолдап жатса, еще сен ақша мысалға өзің тауып, біз мысалға партнерлар арқылы, мысалға біз клубқа, грубо говоря, 120-130 миллиондай ақша неттік. Бюджеттен тыс па? Бюджеттен тыс ақша кіргіздік. Ол жаңағы айтып жатқан техникалар бар, жаңағындай ремонт жұмыстар. Демеушілердің көмегі ғой да? Әлде өзің ақшаң бол? Демеушілер болған кезде оның ішінде менің де ақшам бар, мені қолдап жатқан жаңағы ағайындыларым бар демекші, барлықтары қолдап нетіп жатыр. Былай көптен бөлігі ол действительно өзімнің жеке ақшам, өйткені мен де өзімді дәлелдеуім керек, өзімнің жаңағы ел алдындағы сенімділікті ақтау үшін жаңағы ақшамыз салып жатырмыз. Действительно қазір мысалға мен қазір үндемей жүрмін, бірақ та осы барлығын қазір бір немен не жұмыс істегенімді негізінде былай айтайын деп жүргем, көрсетейін деп жүргем, не как раз сәті келіп тұр, былай айтқан кезде эксклюзивный былай
Қанша ақша кетті өз қалтаңнан? Өз қалтамыздан где-то бір, мен қазір толық может қателесіп қалдым. Плюс-минус где-то бір 130 миллиондай ақша. Өз қалтаңнан? Иә. Атырауға? Иә, Атырауға, иә. Ол 130 миллион ішінде ол менің де партнерларымның жаңағы менің ағайындыларым қасымда жүрген, Дидар давай деп қолдап жатыр. Оның ішінде жаңағы қазір айтып жатырмын ғой, компьютер барлығын алып, техника алдық, спорт орталығына, футбол орталығына инвентарь алдық, оларға трекерлер алып бердік. Өйткені оларда трекер болмаса, ол жаңа жаңағындай система дейді ғой, жаңа недегі системадағы тренировка жүйесін жасай алмайсың. Өйткені мысалға жүректің қалпы бар, оның физический подготовкасы демекші, соның бәрін контролировать ететін алдық кәдімгі бірінші командадағыдай. Жаңағы одан тыс стадиондағы жарықты ауыстырдық. Звук барған кезде, бірінші ойынға барған кезде маған болельщиктер сразу айтты: Дидар, ана звуковой рупортты ауыстырыңдаршы, өйткені действительно мынау звук іштен естілмейді деп. Күшті жаңағындай қазір бәрі анық естіліп жатыр мысалға. Және де облыс спорттың көмегімен, әкімшіліктің көмегімен мысалға қазір өзіміздің базамыз Сударемотникта алаң толыққанды жаңағындай соңғы сападағы жасанды алаң жасалынады. Ол прям жақын арада болады. Сол себепті негізінде Атырау футбол клубында жасалып жатқан жұмыстар көп. Және де жақсы жаңалықтар көп. Бірақ та жаңа команданың результаты болмағаннан кейін оның бәрі бір екінші планға кетіп қалып жатыр да, действительно. Және де көп жанкүйерлер мысалға барлықтары мысалға қазір жазады там да, мысалға Атырау снова проиграл, унизили, анау-мынау там мысалға сондай жазады да. Бірақ та и оның арасында мені де жазып жібереді. Мысалға барлығы айтады: ой, там Дидар Сыдықбек там ештеңе істей алмай жатыр, не там. Бірақ та ол команданы ешкім білмейді ғой мен жинамағанымды, және де олардың контрактісін үзе алмайтыныңды мысалға. Оның барлығын футбольный адамдар ғана, сіз сияқты адамдар түсінеді. И кішкене уақыт керек болып тұр да бұл жерде. Екінші кругтан бастап кішкене қолымызды түріп, кішкене бір командаға бір өзгерістер жасап, содан кейін бір мақсат қойып КПЛ-да қалу, ол менің ең бір негізгі мақсатым. Содан кейін келесі жылы, Эльдар, келесі жылы толыққанды былай жаңа команданы нетіп, жаңа белестерге жетелейтін команда құруға болады. Солай жағдай. В общем, барлығы былай дұрыс. Жұмысымызды жасап жатырмыз. Солай. Қандай тағы сұрақ бар? Команда нәтижелері жайлы. Атырау қазір енді соңғы орындарда келеді ғой, бірақ қана жеңіс өз алаңында Елімайды ұтты. Ол жерде бір левый пенальти қойды, анау-мынау деген әңгімелер шықты, бірақ енді по делу ұттыңдар бірінші турда. Қалған ойындарда жеңіліс, тіпті андай видеолар тарап кетті Инстаграм желісінде. Атырау мен футболшылар мен жанкүйер арасындағы келіспеушілік ол Атырау алаңында да болды, Алматыда да болды. Бардық қой мына дейтін. Қалай келесіңдер кетіп қалды? Қайратпен ойында болдым, біз сіздер трибунада күттік. Аман қосып қойып кетіп жатсыңдар. Жалпы меніңше бір қазір фанаттар мен ойыншылар арасында бір химия жоқ секілді. Химия жоқ болған кезде түсініспеушілік жоқ секілді. Өзіңіз түсінесіз ғой, негізінде енді футбол ол болельщиктер үшін ғой. Және де ондай болельщиктердің болғаны жақсы ғой, мысалға, который сені былай тонуста ұстап, сені алдыға жетелейтін мысалға. Сол себепті олар өткен жылы жақсы нәтиже көрсетіп жүрген команда болған. Кубок финалына дейін барды. Бірақ та қазір ол құрамнан мысалға былай айтқан кезде ешкім жоқ қой. Бапкер де жоқ. Маған мысалға тоже мен түсінбеймін да, негізінде қалай бапкерлерді, жаңағы ойыншыларды жіберіп алған негізінде. Ол егер негізінде сол құрам қалып, орнына бір жақсы бір 2-3 адам келсе, любой дұрыс футбольный мысалы руководитель, мен өзімді айтып жатқан жоқпын вообще. Любой руководитель біледі да, ол команданы шашып қайттан жинап, ол әр жыл сайын ол бір жақсы нәтижеге жеткізбейді. Әр жыл сайын командаға 15, мысалы 20% ғана жаңа ойыншыларды алып келесің, 2-3 позицияға, и оны наоборот жақсарта бересің. Ол жақсы нәтиже көрсетіп жүрген команда болатын. И сол себепті соларды қалдырып, жаңағындай 2-3 адам, мысалы 2 позицияны жақсы қылдырып жерсе, қазіргі Атырау мысалға одан да өткен жылдан да биік нәтиже көрсете алады дегенге мен прям толыққанды сенемін. Ал енді қазір енді былай айтқан кезде ол составтан ешкім жоқ болғаннан кейін, және де селекциясы действительно кішігірім дұрыс жасалынбады. Дұрыс жасалынбады, негізінде.
өйткені нәтиже көрсетіп жатыр ғой. И командада мысалы болып жатқан мынандай качели дейді ғой, тұрақтылық андай мындай әртүрлі мысалы мынандай интрига болып жатқаннан кейін жаңағындай басында оларға да ол ауыр тиеді да негізінде. Қазір негізінде команданың несі соңғы мысалы ойындарды көріп жатсыз ғой, мысалы 2-1 Астанамен жақсы ойнағандар. 2-1 1-0 болып ұтылып жатырмыз, енді кішкене жетпей жатыр. Енді бір ойын ұтып жіберсе олар негізінде жақсы футболисттер. Негізінде ішінде жақсы футболшылар бар, бірақ та оның андай уверенностьтары болмай жатыр да. Егер де бір ойынды ұтып өзіне бір сенімділік пайда болатын болса, олар негізінде жақсы ойнап кете алады. Құрметті достар, біздің арнадағы барлық видеолар біздің серіктесіміздің қолдауы арқылы шығады. Париматч букмекерлік кеңсесі Қазақстандағы киберспортты қолдайтын ең үздік букмекерлік кеңсе екенінде айта кетейік. Біздің серіктесіміздің телеграм арнасына кіріп, керемет сыйлықтарды ұтып алуыңызға мүмкіндік бар. Сілтемесі осы видеоның астында. Нашар нәтиже болғаннан кейін бірінші бас бапкердің басы кетеді ғой еді. Сен жаңағы Горовенко мырза туралы айтып кетейікші. Отставкасы сенің инициативаң ба? Сен жасаған шешім ба? Ол негізінде өз еркінімен кетті. Өз еркінімен кетті. Біз оны толыққанды қолдадық. Өйткені действительно командаға былай жаңа қан керек болды, бір өзгерістер керек болды. И Горовенко кеткелі негізінде кішкене командада былай өзгерістер болып жатыр. Барлықтар түсініп жатыр, что енді олардың орындары мысалға орындарын босату может сөйтіп қалуы мүмкін деген сияқты. Ешкімге қазір ешқандай гарантия жоқ. Сол себептен енді қазір Қуаныш Қабдоловқа сенім артып отырмыз. Неге Қуаныш Қабдолов? Неге басқа бір жаңағы тәжірибелі мамандар шақырмандар бұл деген? Неге жас маманға үмітті арттыңдар? Негізінде мен Қуаныш Қабдоловты бұрыннан бері танимын. Бірінші бұл жердегі ең негізгі причина ол өзі сол Атырау қаласының тумасы. И және де егер де оның былай айтқан кезде жаны ашып команданы былай көтеруге үлкен бір үлесін қоспаса, басқалар қазір кім келсе де негізінде Атырауға қазіргі команданы ояту қиын болады негізінде. И любой адам қазір келіп, мен тоже тренерлермен әртүрлі бапкерлермен қазір де сөйлесіп келе жатыр. Мысалға олар айтады там, мен өз футболшыларыммен келемін, мен өз футболшыларыммен келемін, аналар кету керек, бүйту керек. Негізінде қазір барлығы түсінеді, что контракты бар, ол көп орынды мысалы босата алмаймыз негізінде айтқан кезде. И сол себепті бармен жұмыс істеу керек. Осы материалмен жасалмады ғой. Осы материалмен жұмыс жасау керек. Кіммен тағы сөйлессін? Басқа бапкерлер айта аласың ба? Келесі сөз. Кімге ұсыныс жасадың? Адиев туралы айтшы осындай. Негізінде келу керек пе еді Адиев? Әлде өтірік пе? Жоқ, Адиев негізінде келу керек болатын. Мен сізге қазір мысалы біздің перепискамызды көрсетейік. Жоқ, сенемін. Негізінде деймін да, кішкене сол историяны да айта кетсеңіз. Ол былай болды негізінде. Мен Атырауға барғаннан кейін и жаңағындай балықты болып жатқан білмей жатқаннан кейін мен ойладым ол кісіге, сіз дайындалыңыз, біз давайте жұмыс жасайық. Ол кісі айтты, давай Дидар, и менен әрдайым сұрап отырды, Дидар, не болып жатыр, қандай не болып жатыр, қашан. И мен де оған айттым, біз сізге қазір бірінші жылы ештеңке демейміз там топ-5, анау главное осы жылы аман-есен қалып қал, келесі жылдан бастап бір үлкен мақсат қоямыз деп. И содан кейін жаңағындай ішіндегі былықтарды білгеннен кейін мен де ол кісіге айттым, негізінде мынандай проблемалар бар екен, оның бәрін реттеу керек. Мысалы қазір сол сұрақтарды реттеу үшін, оптимизация істеу үшін, жаңа контрактыларын реттеу үшін қаншама мысалға жұмыс жасалынды, қаншама денсаулық кетті. Өйткені каждыймен сөйлесесің, оптимизацияға бар, результат жоқ, каждыйын агентімен сөйлесесің, түсіндіресің. Кейбірлер действительно кішкене мені құрметтегеннен кейін, мені қолдағаннан кейін барлықтар оптимизацияға бар. Егер де оптимизацияға бармаса, вот сол кезде действительно қазір клубты главный претендент на вылет деп айтуға болады. Ал бізде қазір негізінде барлығы жақсы. Екінші кругқа бізде кішігірім былай қаражаттарымыз бар, там да бос. И кішкене өзгерістер жасауға мүмкіншілігіміз бар. Ең басты сұрақ ол қазір жігіттер өзінің жігерліліктерін көрсетіп, мынау 2 ойынды алып кетсе, содан кейін 3-ші ойын Ұлытаумен мақсат қойып отырмыз. 3 ойында 9 балл алып кетсек, там тобылға барып, тоже мінез көрсетіп, там оларды да бір кішкене қинап жіберсек, олар да бізге былай енді не настроен болып шығып қалар деген сияқты. Доп-домалақ отып кетуіміз де мүмкін демекші. Сол себепті
үлкен үміт күтіп отырмыз сол осы алдағы ол қалған 4 ойынға. Сөйтіп Адиевке стоп бердің өзің. Адиевқа мен айттым өзім, егер де сіз действительно етсеңіз, мен мына жерде кішкене өзімде түсінбей жатырмын. Ол айтады, тогда мен Химкиға барамын деді да, маған жарайды деп өзі Химкиға жазып кет, мен кетіп все контракт жазамын деп. Сол себепті мен де ол кісіге айттым, жарайды, бірақ та әрдайым телефонда болайық. Горовенкодан кейін тағы кім болды шорт-листта? Шорт-листта қазір негізінде енді главный претендент дейік, негізінде менің главный мақсатым ол Жуковскийді қайтарып алу. Өйткені ол қаланың менталитетін білетін, жаңағы футболшыларды, ойыншыларды танитын, ішкі кухняны біледі ғой. Ішкі кухняны кіріп резко бәрін өзгерте алатын жаңағындай. Мен негізінде өзім былай айтқан кезде жекеменшік футболдан келгеннен кейін мен андай күте алмаймын да тоже. Резко жұмыс істеу керек, резко өзін көрсету керек, резко результат болу керек демекші. Сол себепті ол кісіге де мен негізінде сөйлестім. Хабарластым. Не деп жауап берді? Ол кісі айтты, осы аптаның соңына шейін мен жауабын беремін деп. Енді күтеміз. Егер де ол нетпесе, негізінде мен осы недавно енді бәріміз білеміз ғой, мысалы үлкен былай айтқанда бір жағынан ағам, бір жағынан легенда Қайрат Нұрдәулетов мысалы босап қалды. Тағы да 1-2 мысалға жақсы мамандар бар, бірақ та қазіргі алдағы 2 ойыннан кейін көп нәрсе белгілі болады. Егер де біз нетсек, любой адам уже келуге дайын болады. Тамаша. Сол себепті жұмыстар көп жүргізіліп жатыр. Оны мен негізінде былай айтқан кезде красиво выпускпен там Атырау ТВ каналын аштық YouTube-та. Аштыңдар ма? Аштық. Кәдімгідей қазір уже выпусктар болып жатыр. Өткенде мысалға барлықтар күліп там бізді бір проклятие сняли, не сняли, анау қой сойған кезде естідім. Оның барлығы негізінде андай проклятие емес, ол бір құрбандық шалып, Аллаға өзіміздің бір ризашылығымызды көрсетіп, алдағы уақытта бәрі жақсы болсын деп бір дұға тілеп, ол ата заманнан келе жатқан салт дәстүріміз да. Мен өзім ауылдан өстім. Ауылда өскеннен кейін бисмилля деп сөйтіп жұмысқа кірістік негізінде. Сондай болып болмай жатқан жағдайларды Алла тағала бізге көмектессін деген сияқты, былай құрбандық шалып, жолымыз болып кетсін деген немен. Сөйтсек барлықтары күліп, там нетіп жатыр да енді. Дұшпандар негізінде қазір көбейіп жатыр. Действительно айтайын. Көп болып жатыр, бірақ та енді сен өзің білесің, брат, осыдан 10 жыл бұрын мысалға SD Family былай болады, андай болады, медиалига былай болады, мынандай болады. Бәрі футзалный коробканың ішінде басталған нәрсе емес пе? Хочу в SD былай болады, я SDшник былай болады деген кезде барлықтар күліп жүрген адамдар қазір уже ол тұрақты проектке айналғаннан кейін уже қазір сыйлайды мысалға. Сол себепті бұл жерде де мен негізінде жаңа айтып жатсың ғой, SD Family'ді тастап көңіл бөлмей нетіп жатсың. Олардың уақыты келген кезде олар өздері шығады, оларда барлығы автономно жұмыс істеп жатыр. Адамдар өзінің стратегиясын, өзінің жұмысын біледі. Сол себепті мен оларға ризамын. Уже команда дайын тұр. Дайын тұр, жұмыскерлер. Барлық салада мысалға футзал болсын, жаңағындай медиа футбол болсын, SD Family болсын, жаңағы біздің проект несі болсын, массовый футбол департаменті болсын, олардың барлықтары өз жұмысын біледі. Олар уже менің қасымда 10 жыл жүргеннен кейін барлығы тұрақты жұмыс істейді. Ана жерге мен келген себебі ол мен өзімнің жеке амбициямды таңдадым. Мен де үлкен ертең болашақта үлкен процестерге влиять ете алатындай адам болғым келеді. Егер де Қазақстан футболын ары қаратай алдыға өсу үшін атсалысам, неге мен қазір мысалға өйстіп Атырауға келіп өзімді дәлелдемеске мысалғаш. Бұл жерге негізінде былай айтқан кезде көп адамдарға былай предложение болыпты негізінде жұмыс істеуге, бірақ та көбісі енді жаңа айтып жатқандай Атырау қиын қала, қорқып нетпеді. Мен өзімнің таза жұмыс істейтінімді, өзімнің адал жұмыс істейтінімді, айтқанымды жасай алатынымды сенімді болғаннан мен толыққанды барып осы жерге барып жұмысымды жасап кеттім. Бүгін сенің әлеуметтік желінде трансферлік кезеңді күтетін жарияладың, осы трансферлік кезеңді күтемін, ойыншылар алынады, жақсы ойыншылар болады, нәтиже жақсарады. Жалпы қандай ойыншыларды көріп тұрсың? Жалпы точный дейді ғой, сен бүкілін енді қанша командада 25 адам бар ма? Плюс-минус, барлығын ауыстыра алмайсың, ол невозможно. Хотя бы қанша адам керек саған жалпы нәтижелерге, жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін? Ең басты проблема ол қорғаныс. Негізінде бізге қорғанысқа бір толық линияны былай айтқан кезде конкуренция үшін бір 4 адамдай керек. Алаңның орталығына 2 адам керек. Бір жақсы бір крайний полузащитник и бір нападающий керек. Былай айтқан кезде өзіңіз түсініп отқандай бір 6-7 адамдай керек.
енді бұлар ақшаға сатып алынбайтын анық қой. Бұлар негізгі свободный агенттер. Свободный агент деген кезде мысалға барлығы түсінеді. Мысалға қазір мен де оны мысалға барлығына как ашық көрсетемін. Негізінде мен өз жұмысымды өзің білесің ашық көрсетемін. Әрдайым не істеп жатқанын көрсетемін. И жаңағы маған ештеңке скрывать ететін еш нәрсе жоқ. Сол себепті мен қазір айтамын, мысалға жақсы футболшы келу үшін мысалға условно мен алайын да, утрирую там. Қызылжардың мысалы бір жақсы ойыншысын алайын десең, ол ана жерде мысалға 2 миллион алады дейік. Оны бізге шақырып алу үшін сен как минимум одан да көп беруің керек. Дұрыс па? Иә. Только финансово заинтересованный адамдар ғана келеді, жақсы ойыншылар. Ал второстепенный футболшылар сенің айтқан бағаңа келе береді. Сол себепті бұл жерде де қазір ең бірінші ол осы 2 ойынды күту. Содан кейін как раз бізде 2 аптадан кейін ашылады. 2 ойын жақсы болса, бізде уже футболшылармен сөйлесе аламыз. Былай өзіңнің там условияң диктовать етіп деген сияқты. Барлығы осы 2-3 ойынға тіреліп тұр. А былай толық линия обороны, полузащитник екеуі там, и бір крайний, и бір жақсы бір нападающий керек болып жатыр. Егер де действительно можете осы 2 ойында мысалға көп адамдар, біздің футболшылар өзінің мықтылығын көрсетіп, возможно там бізге бір 2 орталық қорғаушы там и бір там полузащитник керек болып қалар, может 3 адам, 4 адам. Сол себепті барлығы футболшылардан прям қатысты. Түсінікті. Енді биылдан бастап сен Қазақстан премьер-лигасын жіті бағалап жүрсің, бұрындағыдай емес, өйткені қазір сенің Атырау командаң осында. Жалпы Қазақстан премьер-лигасының деңгейі сен үшін сол бұрынғыдай ма, әлде өсті ме? Мен былай айтайын, қазір негізінде көптеген Қазақстанда футболда өзгерістер болып жатыр, и мен оған өте ризамын. Қай жағынан ризамын? Қазір қарап жатырық да, әр жаңалықта, әр қалада стадион салынады деп жатыр. Біздің елбасымыз, мысалға да, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев футболды жекелендіру керек деген сияқты. Оның барлығы дұрыс стратегия. Егер де государственный финансы мен частный финансы бірге қатар жүрсе, бізде действительно барлық жерде рост болады. Өйткені бұл жерге действительно осыны өсіруге келген прям позитив жағынан адамдар келеді. Ал егерде чисто государственный ақша болатын болса, государственный ақшаға жатып алған, өкінішке орай өзінің қалтасын ойлап қалған, енді оның барлығын жалап жатқан жоқпын, просто енді елдер айтқаннан кейін енді сондай да жағдайлар болып қалуы мүмкін ба деген сияқты. Алдымен енді сол бөлінген ақшаның сен айтпақшы бірінші клубтағы инфраструктураны дұрыстап, балаларға мүмкіндік жасау, қыздарға көптеген командалар бар ғой, соларға мүмкіндік жасап, жаңағы негізгі команданы дұрыс ойнап жатса, қарсыз маусымды жақсы аяқтаса, онда енді жақсы ғой. Әрине. Қай команда сені таң қалдырды? Осы жылы. Қай командамен ойын, мысалға, мына команданың ойыны мықты екен деген секілді бір ойлар келді? Негізінде именно мен өзім жеке тарапынан келгеннен бастап, мысалы мен бір команда былай бөлек бір деңгейде ойнайтын, ол Қайрат. Действительно, мен оны өз көзіммен көрдім. Және де таңғалдырып жатқан команда ол Оқжетпес. Неге десеңіздер, оларда мысалға тоже қаражат жағы үлкен емес. Көп емес, бірақ та былай айтқан кезде өкінішке орай, енді мен оларды жамандап жатқан жоқпын. Өкінішке орай барлықтар оны жылдың басынан ноунейм деді ғой. Сол ноунеймдар өте жақсы ойнап жатыр. Соның ішіндегі барлық футболшылар маған ұнайды. Ең бастысы олар жаңа мен айтқандай көзінде от бар, махаббат бар, футболға ойнайтын андай характерлі қазақтың жігіттері жиналған. Екі-ақ легионер жүр ғой арасында. Соған ризамын, действительно. А так былай таңғалатындай бір жай, мысалы, өте қатты құрмет менде Қайсар командасына. Легионерсіз ойнап жатыр. Былай айтқан кезде өзінің қара домалақ қазақтармен қандай болғанда да бір кішігірім результаттар көрсетіп жатыр. Сен ойынша биыл кім чемпион болады? Енді бір 9 ойын болды ғой. Бір командалары 9, бір командалары 8. Мен кім чемпион болады деп айта алмаймын негізінде, бірақ та осы жоғарғы бір бестікте болатын команда ол барлығына түсінікті. Ол Қайрат, Астана, Ақтөбе, Тобыл, Елімай. Елімай деп ойлайсың ба? Иә. Ал қай футболшы сені таң қалдырды? Футболшы? Иә. Мына футболшыдан ондай күтпедім деген секілді мысалға. Көбісі Тамасов деп жазып жатыр, көбісі Дастан Сатпаев деп жатыр. Негізінде давайте кішкене былай патриотично болсын. Мені былай таң қалдырған футболшы ол Мейрам Сапанов болсын. Атыраудың қорғаушысы. Да, действительно, мен келген кезде Атыраудың үздік бомбардирі.
иә, мен келген кезде мен негізінде жеке ойым ойладым, и жанкүйерлердің жазғаны бар, и сырттан келген жаңағы әңгіме дейді ғой, құлағыңа шалынғаннан кейін сен де соған кішкене былай көңіл бөлесің. Әрине. Ойлайсың, ой, мынау старый футболист, мысалға деймін да, енді 39 жаста оны алып тастау керек деген сияқты андай. Но бірақ Мейрам жақсы ойнап жатыр. Да, кішкене там былай айтқан кезде бір скорость жағынан бір не болмаса, былай беріліп футбол ойнау, көзіндегі оты бар, былай қай жағынан алмасаң да жақсы жігіт. Ол даже маған екеуміз сөйлескен кезде маған айтты, Дидар, сіз егер де мені алып тастаймын десеңіз де, мен еркекше заявление жазып кете берем. Главное, Атырау футбол клубы жақсы болсын, сіздің жұмысыңыз жақсы болсын, сіз жұмысыңыз көрсетіңіз, біз сізді түсінеміз деген бірінші адам. Мен өйткені барлығын оптимизация істеген кезде Мейрам Сапанов тоже оптимизацияға барды. Негізінде барлығы біздің Атырау футбол клубындағы барлық адамдар жаңағы футболисттер жақсы жігіттер. Бірақ та менде оларға чисто по футбольному претензия ғана бар шығар, а так адамгершілік жағынан менде ешқандай претензия жоқ. Сен жалақың? Мен жалақымды естіп жатқан шығарсыздар, мысалға. Сіз әдейі сұрап отырып қой, қанша? Мысалы, басында келген кезде там 3 миллион анау мынау деп айтты, бірақ та ол қаражатты мен өзім неткен жоқпын. Мен келе салып өз қаражатымды 50%-ға кесіп тастадым. Қысқарттың. Иә. 1,5 миллион теңге. 1,5 миллион қолыма алатын 1 миллион 200. 1 миллион 101 нәрсемін. 1 миллион 200. Оптимизацияны өзінен бастадың ғой? Өзімнен бастадым, әрине. Демек, И то мен негізінде оны да барлығын кесіп тастайын дегенмін. Негізінде маған ешқандай қаражат керек емес. Просто мен ол барлық өзімнің действияларымды былай согласовывать етесің ғой. Сол себепті тоже енді үлкен, мысалға, мен қазір клубпен мысалға выездтарға барып жатырмын. Барған кезде мен там за счет клуба тұрып жатқан жоқпын. өз қалтаңнан? Барлығы өз қалтамнан. Бөлек тұрасың, өзім әлде сол гостиницада ма? Жоқ. Мен базада тұрмаймын. Өзім жеке там барған кезде там пәтер жалдаймын, отель жалдаймын, оның барлығы өз қаражатымен. Ары-бері ұшып келуім бар. Выездқа барғанда да өз қаражатыма ұшамын, өз қаражатыма ол жақта да жатамын. Сол себепті мен ашық айтып жатырмын да, мен наоборот клубқа көмектескім келеді. И мен мысалға қазір егер де маған мысалға өз тарапымнан мен тоже қазір ұсыныс жасаймын, егер де маған зарплатаны мүлде алып тастауға болатын болса, мысалға 85 мың теңге деп қоя салса, мен оған да дайынмын. Өйткені мен Құдайға шүкір өзіміздің жеке кәсібіміз бар. Барлығы жақсы. Бұл жерде маған өзім жұмысымды көрсету ең басты мақсат. Құрметті көрермендер, Атырау футбол клубының барлық нәтижелерін, ойын күнтізбесін тек қана біздің сайттағы LiveScore'дан қарай аласыздар. Спортпульс сайтына кіріп, LiveScore'ды басып, өзіңіздің клубыңызға жанкүйер болыңыз. Мемлекеттік жаңағы айттың ғой, басында тексерулер болды, барлығын қарады, тексерді, сол үшін ақша бермеді. Қазір клубтың қарызы бар ма? Жалпы тексерістер болып жатыр ма? Бітті ме? Тексеріс негізінде менің былай түсінігім бойынша әлі жүріп жатыр. Бірақ та енді бізге былай жұмыс жасауға ешқандай кедергі келтіріп жатылған жоқ ол жұмыстар. Қазір бізде клубта Құдайға шүкір облыс әкімшілігімен және облыс басқармасының қолдауымен бізде ешқандай былай айтқан кезде қарызымыз жоқ, жұмыс жүйесі жақсы жүріп жатыр. Жаңа тағы да бір сұрағым бар, өйткені әлеуметтік желілерде Атырау футбол клубының бюджеті дейді ғой, енді жылдық клубқа берілетін бюджеті миллиардтан көп, баяғы ол ақша қайда кетті, не болып жатыр? Нақты биылға 2025 жылға Атырау футбол клубына мемлекеттен қанша ақша бөлінді? Барлығы білетіндей, ол тұрақты 1,2 миллиард, ол бірінші лига, екінші лига командасына деген сияқты, және де АУП, және де біздің жаңа офис менеджерлеріне, және де футбол орталығына 500 миллион. Түсінікті. Енді сен кризис менеджер болғаннан кейін, міндетті түрде сенде Б жоспары болады. План Б. Егер Атырау футбол клубы Қазақстан премьер лигасынан ұшып кететін жағдайға жетсе, Дидар Сыдықбек бас менеджер болып қала ма? Әрине. Мен өзімді дәлелдемей бұл жерден кетуге ұят болады. Егер де Құдай өзі сақтасын, егер действительно клуб ұшып кететін болса, мен қайтадан оны сразу қайтарып, болельщиктерді қуантып, жаңағындай маған үлкен сенім артып отқаннан кейін, бұл жерде бар ғой, ең ұяты не, ол жерде мысалға кете салу оп-оңай. Мен істей алмадым, мен бүйте алмадым деп, или там біреуге жала жауып, или там команда ойнай алмайды.
деген секілді. Мен оны өзім түсінемін жеке басым. Келгеннен кейін бұл жерде результат көрсету керек, команданы алып қалу керек. И одан кейін де қалсам мысалы вот үлкен нәтижеге былай бел буып жұмыс жасау. Егер де жай ғана сен елдер секілді былай бір мақсатың болмаса, онда жұмыс жасап қажет жоқ қой. Егер де сен мысалы келіп, мен самое главное там ұшпаймын, жай ғана бүйтемін десең, үлкен мақсат қоямын мен тоже, егер де қалсам. А егер де кетсем, мысалы условно мен аман-есен алып қалып клубты Дидар, сен жұмысын типа бізге керек емес, рахмет, өз орныңызды босатасыз ба десе, мен наоборот рахметімді айтып, барлығына өзім жұмысымды көрсетіп, міне мынандай жұмыс атқарылды, Атырау футбол клубы аман-есен КПЛ-да қалды, бәрімен жақсы қарым-қатынаста былай герой ретінде кеткім келеді да. А не так, как вот, знаете, вот келді, бүйтті, сөйтті, кетті деген сияқты, істей алмады деген сияқты. Сол себепті бұл жерге енді кіргеннен кейін жұмыс жасау керек, до конца бару керек дейді ғой. Бірақ сенің одан бөлек енді Дидар Сыздықбек дегенде Қазақстан медиа футболының әкесі дейді ғой сен, лицосы дейді. Ресейде болсын, басқа жерде болсын. Соңғы ойындарда, және Алматыдағы ойынды білеміз ғой, Амкалға қарсы ұтылдыңдар ғой, 6-3 болды ғой, есеп өте андай бір ойын, қиын ойын болды. Одан кейін сен тіпті Москваға да барған жоқсың. Мен қай бетімен барам, Elдар? Қай бетімен барам, Elдар? Негізінде ол біздің барлық ойындар негізінде, анау медиа лига бар ғой, Ресейдегі, олар мысалға бізде Атырау суббота ойнаса, воскресенье кешкеге қойып қояды. Мысалға Ойынды. Барлығы воскресенье болса ойын, суббота күні или пятница күні кешкеге күнтізбесі келмей қалады дейсің ғой. Күнтізбесін барлығын келтіріп жатыр, наоборот. Мен келсін, мен ойнасын деп. Ресейліктер. Иә, ресейліктер. Бірақ та мен қай бетімен барам? Қай бетімен барып мен футбол ойнап жетіскеніме жүремін? Егер де вот қазір мысалы балалар результат көрсетсе, мен де мысалы мен жұмыс істеп жатырмын. Маған претензия жоқ. Мен не барып выходной күні, ол негізінде ол менің жеке меншік уақытым ғой. Выходной күні мен не істей алатынымды өзім білемін. Сол себепті мен барып футбол ойнап кішкене. Маған да негізінде разгрузка керек болып жатыр. Мен де қазір қатты стресста жүрмін. Мысалға көптеген жаңағындай жұмыстар істелініп жатқаннан кейін тоже жүйкем де кішкене былай тозып жатыр да. Но менің ойымша басы қатты болғанмен аяғы тәтті болады бұл жұмыстың. Мен оған өте қатты сенімдімін. Бұл жерде просто айтып жатырмын ғой, жаңағы мен негізінде барған кезде мен қатты бәрілер зашугать етті да, ой андай мындай халқы қиын, жұмыс қабылдамайды. Но мен бардым, действительно бармен ашық сөйлесіп жатырмын, ашық жұмысымды көрсетіп жатырмын. Даже ата-аналары келіп жатыр да футболда, олар мен де ашық сөйлесіп жатырмын. И наоборот қазір барлығы қолдайды. Наоборот, ондай саған сенімділік бергеннен кейін сен қалай жұмысыңды көрсет. Маған мен наоборот ұялып жүрмін. Мен қалай олардың қалай болса да олардың сенің ақтауым керек деген сияқты. Сол себепті ұйықтамай тұрмай қазір маған сол жұмыс істеп жатырмын. Елдер айтады, мысалы, футболды танымайтын адамдар, мысалы, автобусты жаңартып жатырмыз, иә, мысалға там наклейкасын барлығын, ремонттық жұмыстар жасалып, соның барлығын істетіп жатсақ, сен футболдың командасын реттей алмайсың ба? И оны түсінбейді да елдер, мысалға. Ол уақыт келгенде реттеледі, мысалға. Сол себепті сондай бір Атырауға деген көзқарасым. Бүкіл фокус Атырауда қазір. Қазір бүкіл фокус Атырауда, и даже жанұяммен даже мысалға былай айтқан кезде араласпаймын. Келем, бір күнге келіп кетіп қалам. Келем, бір күнге келіп кетіп қалам. Өйткені маған, қазір жанұям, барлық достарым, барлық там туған туыстарым, жанашырлар, барлықтары түсініп жатыр, что мен қазір Атырауға жеке амбициям үшін барғаным. Действительно. Мен өткенде қалжыңдап айтып жатырмын ғой, мен қазір Атырауға барып жаңағы елдердің сенімінен шығып үлкен белестерді бағындырам. Или мен сол қалада өзімнің футбольный функционер екенін, карьерамды бітіріп көміп кетіп, я и даже не то что там СДФМ, даже мен действительно сөйтіп өзіме былай қалжыңдап жаңағы елдерге айтып жатырмын да, олар айтады тоже, сенеміз, давай Дидар, жұмысыңды көрсет, жақсы жұмыс істеп жатсың. Білетін адамдар негізінде позитивті бәрін қабылдап жатыр. И ең бастысы результат болса футболдан болды.
QG лигада жақсы өнер көрсетіп жатыр. Действительно, екінші лигада жасөспірімдер бар жақсы. Мен қазір барлығымен танысып жатырмын. Негізінде айтып жатыр, бұдан бұрын ондай болмаған екен, там тренировкаларға барып мен академияның тренерлеріне барамын, танысам, араласам, қайсы жақсы, анау екінші лиганың ойынына барып, там тренерлерді жіберемін, барып қараңдар деген сияқты. Өйткені ол біздің жаңағы бізге егерде әкімшілік бізге талап қойып жатса, там мысалға жергілікті ойыншылар ойнау, ол жергілікті ойыншыларды сол біздің Атырау футбол клубынан шығады. Сол жерден қарау керек. Ең бастысы, енді жалпы қарасақ чемпиондық команда құру үшін сол іштегі атмосфера жақсы болу керек қой. Онсыз болмайды. Иә. Бүкіл футболшылар өзінің бір андай бір жақсы жерде өзін сезіну керек қой. Иә. Барлығы жақсы. Конечно. Соны істеп жатсыңдар ғой сендер. Қазір атмосфераның барлығын реттеп жатырмыз. Барлығы күшті негізінде. Қазір атмосфера реттелді. Мен Атырауға, сенесің бе елдер, өзім жалғыз ғана жұмыс істеуге бардым ғой. Өзің ойлашы. Бір адамды алып келген жоқпын өзіме. И барлығына да айттым, сіздермен жұмыс істейміз. Қолдаңыздар, көмектесіңіздер. Бірақ та қазір мен оларға үлкен талап қойып жатырмын. Барлығы тез-тез істеліну керек. Мынаны істеу керек. Мынаны істеу керек деп барлығы. Ішіндегі жұмысшылардың жаңағы көптен бір бөлшегі уже менің стилімді уже түсініп жатыр, қалай жұмыс істеу керек. Уже білет, когда нужно десе завтра емес, уже вчера деген сияқты болып жатыр. Енді Дидар, алдағы бірнеше ойындарда сенің Атыраудағы бірінші жеңісің болсын, енді соған тілектеспіз. Өйткені мен өзім күтіп жүрмін. Жоспар өте көп. Жаңағы қалтанда жүрген бүкіл премияның ақшасын жігіттерге тарат. Мотивация қалмады ғой, басқа береді. Кстати, вот премия туралы айта кетейін. Барлығы айтады, негізінде біздің Атырау футбол клубында премия жоқ. Контракт бойынша жоқ. Контракт бойынша жоқ, иә. Мен оларға өзімнің атымнан мотивация болсын деп, мен әрдайым барып айтам, премия типа сендерге ұтсаңдар деп. Ұтсаңдар. Мне даже иштеп кіріп, мне мысалы ол премия мен қалтамда жүр, әлі айтпақшы, мне даже кішкенесі міне мысалы, да? Вот оларға там всегда айтам, ұтсаңдар сразу беремін. Мен енді SD Family жекем. Иә, білем ғой онда, иә. Сразу солай енді сол премиямды беріп Атырау футбол клубының андай болельщиктардың алдына келіп өстіп неткім келіп жатыр, қол шапалақтап, типа жақсы, сіздерге рахмет деп. Мен даже элементарно ойындардан кейін ешқайда шыға алмаймын ғой. Офистан кейін барам, пәтерде или отельде барып жатып, не істеу керек, бәрін сызамын, ойынды қараймын, каждый ойыншыны разбирать етемін, звондаймын, мынау қалай, анау қалай, мысалы, тоже самокопание де басталады да. Бір андай бір чувство жоқ әлі, жеңгеннен кейін не істеуге болады екен, не істерсің? Енді негізінен мен өзімнің былай білесің ғой, барлық жерде жүрсек біз чемпионбыз ғой. Барлық жерде, құдайға шүкір, там чемпионбыз. Просто Атырауда енді қазір кішкене былай енді мынандай қиыншылықтар болып жатқаннан кейін енді мына дух дейді ғой, дух тренера, руководителя барлықтары атмосфераға бары беріліп, бәрі жақсы болады. Мен оған 100% сендім. Оннан болсын, командаға тек қана сәттілік, өзінің жұмысына да сәттілік. Өткені қазір ең маңызды кезеңдер басталады, ең маңызды ойындар. Жаңағы сен мойындағанда дұрыс, прямой конкуренттер. Өткені Атыраудың басты биылғы мақсаты ол КПЛ-да қалу. Иә, ол мысалға қазір ешкім мысалға қазір біреуді там нетіп атқан жоқ қой, мысалы жамандап атқан жоқ. Кешірім сұраймын, егерде мысалға Қайсар футбол клубы, там условно Жетісу футбол клубы неге бізді там конкуренты деп айтып жатыр деп айтса, мысалы ол просто мен турнирдің таблицаға қарап айтып жатырмын да. Сол себепті енді жігіттерге сенімділік көп. Енді мен оның алдында мысалға балаларға әрдайым айтатын, сенеміз, давайте. Бірақ тұраннан кейін біз қатты олармен былай еркекше сөйлестік. И осы жолы түсінеді деген ойдамын. Келгеніне рахмет. Енді жеңіс күндерде жүздескенше. Иә, рахмет, иә. Шақырғаныңа рахмет. Мен негізінде айтып жатырмын ғой, ойлағам, мен барлығын айтып жүрдім. Мысалы, сен де өзің жаңа айтып жатсың ғой, саған звондап жатыр, Дидарды танисың ба, там ответ бермей жатыр. Иә, маған да звондайды, Дидарға айтшы, қайда не істеп жатыр екен, бізге келсін деген сөйлемеді. Ол қазір персона нон грата. Ол пока бір нәтиже көрсетпей, қазір шықпайды. Иә, сен дұрыс айтасың. Сен өйткені білесің мені. Мен ойладым, бірінші победадан кейін полностью шығып, барлығы не істегенімді барлығын былай күшті қылып айтам деген негізінде. И негізінде ойладым, может, жеке өзімнің YouTube каналыма айтам ба деген сияқты. Но Эльдар, мен сені тоже қатты сыйлаймын. Сен бір жағынан досымыз, бір жағынан былай айтқан кезде біздің тоже партнерымызсың, бізді қолдап жүресің. Сол себепті рахмет. И
ең бастысы бұл жерде көрермендерге былай месседж дейді ғой. Барлығы шынайы. Бізде барлығы жақсы десечі. Бізде барлығы шынайы, бізде барлығы жақсы. Атырау футбол клубы там негативтен алып тастау керек, өйткені қазір барлықтары жаңағыдай разгонять етіп жатыр да. Бізде барлығы жақсы, отсақ біздің барлық жаңағы болып жатқан бір от алып жіберу керек. от алып жіберу керек, иә. Барлығы тамаша бізде. Құрметті көрермендер, Атырау командасының жанкүйерлері, жанашырлары болса, міндетті түрде осы видеоның астында Атырау алға деп, Дидар Сыздықбек алға деп жазып кетіңіздер. Давайте и розыгрыш жасап жіберейік, чтобы каналды кішкене да саған қолдау болсын. Атырау футбол клубының футболкасы жейдесін автографымен бірге. Оған қандай рандомна өзің таңдайсың, иә? Жоқ, сен таңда, комментарий жазыңыздар Атырау командасын қолдап, немесе сені қолдап, иә? Қай комментарий өзіне ұнайды, сол комментарийге біз міндетті түрде Атырау футбол клубының жейдесін және футболшылардың барлық автографлар жейдені сыйға тартамыз. Сол себепті комментарийге бір креативті комментарий жазып кетіңіздер. Құрметті көрермендер, бүгінгі подкаст аяқталды. Атырау футбол клубының жанкүйерлеріне тек сабырлық және алдағы турларда жеңіс тілейміз. Сау саламатта болыңыздар. Рахмет.